Баршаңызға сәлем, Киношортс арнасына қош келдіңіз. Мен сіздерге шынайы оқиғаға негізделген атақты велоспортшы Лэнс Армстронг туралы түсірілген допинг фильмін қысқаша айтып беремін. Франция, 1993 жыл. Спорт журналисті Дэвид Уолш, велоспортшы Лэнс Армстронг екеуі әңгімелесіп тұрады. Дэвид Уолш оның керемет велоспортшы ретінде біледі, бірақ тек бір этапты ғана жеңетініне сенеді. Йохан Брюнель бельгиялық велоспортшы Лэнспен сөйлесіп тұрады. Ол Американың бүкіл кубогын жеңгенмен бұл жерде еш жеңе алмайтынын айтып, мысын басып тастайды. Лэнс командаластарымен жеңудің амалын қарастырады. Спорт дәрігері Микеле Феррари сол кезде спортшыларға дәрілік зат ойлап тапқан еді. Эпо деген дәрі шығарады, және бұл дәрі Швейцарияда рецептсіз сатылады. Лэнс Феррариге барып, оның программасына болғысы келетін, яғни жеңу үшін бәрін істейтінін айтады. Бірақ Феррари оны қабылдамайды. Лэнс және оның командасы бұл дәріні Швейцариядан дәріханадан сатып алады. Сөйтіп, Лэнс командасымен дәріні пайдаланып, жарыста жеңіп шығады. Кенеттен Лэнс рак ауруымен ауырады. Ол ем қабылдап біраз уақыт ауруханада жатады. Лэнстің ауру тарихын қараған дәрігер допинг қолданғаны туралы сұрайды. Сол кезде жанында командаласы және оның әйелі естіп отырады, және олардың бұрын допинг қолданғанын біліп қалады. Лэнс рак ауруын жеңіп жазылып шығады. Ол велоспортты сағынады. Біраз уақыттан соң велоспортқа қайта оралады. Лэнс Феррариге барып, ол үшін ең бастысы жеңіс екенін айтып, Ферраридің программасына кіреді. Ол ауырғасын келісілген контрактілер үзіледі, демеушілер кетеді. Қайтадан велоспортқа келген оған ақшасы жоқ жалғыз бір контракт келіседі. Ол US Postal. Сөйтіп, US Postal мен контрактіге отырады. Йоханға команда директор болуды ұсынады. Ол жеңіске жететініне сенеді. Лэнс агентіне рак ауруына шалдыққан адамдарға көмектесу үшін қайырымдылық қоры ашқысы келетінін айтады. Агенті де оған келіседі. 1999 жыл Лэнс командасымен Тур де Франсты жеңіп шығады. Бірақ спорт журналисті Дэвид Уолш оның жеңісіне күмәнмен қарайды. Таудағы жарыста ол бұрын 39-ші орында жүрген еді. Қазір бірінші орын алғаны таң қалды. Журналист күмәнданып, күдікті нәрселер іздестіре бастайды. Лэнс командасымен допинг қолданып бірнеше жарыстарды жеңеді. Халық Лэнсті жақсы көреді. Ол ауруды да жеңді, Тур де Франсты да жеңді деп тәнті болады. Оны лайықты көреді. Тур де Франсты Тур де Ланс деп те атап жатты. Допинг контрольден де қулықпен өтіп жүрді. Сондықтан олардың допинг қолданғанын ешкім білмей қалды. Техаста конгресс болды. Конгресте Лэнс сөз сөйледі. Ол халық естігісі келетін нәрселерді айтты. Және де рак ауруын қалай жеңгенін айтып, халықты шабыттандырды. Лэнс супер жұлдыз дәрежесіне жетеді. Оны халқы үлгі тұтады. Лэнс ойлап жүрген қайырымдылық қоры да жүзеге асады. Кітап жазып шығарады. Оның кітабы велосипед туралы емес, менің өмірге оралуым деп аталады. Оның өмірі, ауруды жеңуі, рак ауруымен ауыратындарды шабыттандыратын еді. Феррариді салықтық махинациясы үшін күдікті ретінде тұтқындайды. Журналист Дэвид Уолш әлі де Лэнсті күдіктеніп, дәлел іздеп әлек болып жүр. Лэнс командасынан Тейлор Хэмилтон кетіп қалады. Орнына Флойд Лэндис дегенді алады. Команда Лэнсті қорғап, жеңіп шығуына көмектесу керек болады. Лэнс Флойдқа допинг программамен таныстырады. Сөйтіп, тағы бір жарысты жеңіп шығады. 2003 жыл Лэнс 5 рет қатарынан Тур де Франсты допингпен жеңеді. Ол 5 дүркін қатарынан жеңген бірінші американдық атанады. Әртүрлі әңгімелерден кейін Лэнс допинг жанжалдың арасына түседі. Бірақ ешқандай дәлел жоқ, себебі Лэнстің допинг талдауы әрдайым теріс нәтиже көрсетілген. Допинг дәрілерді жасырын алып жатырғандықтан, оны ақшасы есеп-қисапқа енгізілмейді. Сол себепті спортшылардың велосипедтерін сатып, ақшасына допинг программаны алады. Флойд бұл әрекеттерін көріп ашулы еді. Бірақ басқа командаға кетейін десе, бұндағыдай жағдай жасалынбайды. Лэнстің бұрынғы командаласы Фрэнки Эндрюдің әйелі журналист Дэвид Уолшпен телефон арқылы сөйлеседі. Ол Лэнс ауруханада болғанда бұрын допинг қолданғанын айтқанын айтып береді. Дэвид Уолш командадан кеткендерден Лэнс туралы допинг туралы сұрастыра бастайды. Оның массажистімен сөйлеседі. Бұрынғы командасы Стивен Уортпен сөйлеседі. Бәрі де допинг қолданғанын айтады. Боб Хаммонд тәуекел сақтандырушы. Ол компаниядан Лэнстің әр жеңісіне ақша төлейтіндіктен, оның жеңісіне күмәнданғасын Дэвид Уолшпен кездеседі. Ол Лэнстің алдап жүргенін сезеді.
және шындық анықталса ақша төлеу тоқтататынын айтады. Лэнс американың атақтылары Джордж Буш, Билл Клинтон, Руби Уильямс, Шерл Кроумен жақсы араласатын еді. Соған қарамастан журналист Дэвид Уолш Лэнске қарсы деректер жинап мақала шығарады. Мұны көрген Лэнс Дэвид Уолшты және газеті Санди Таймсты жала жапты деп сотқа береді. Лэнс өзіне қарсы куәлік еткендерді қорқытып қояды. Сот Лэнсті кінәсіз деп таниды. Санди Таймс газеті Лэнске 300 фунт компенсация төлейді. Лэнс Тур де Франсты 7-ші рет жеңіп шығады. Сөйтіп, кәсіби спорттан кетеді. Ол әртүрлі жарнамалық роликтерге түседі. 2006 жылы Флойд Тур де Франсты жеңеді. Бірақ оның зәр талдауынан допинг табылады. Оның басы үлкен дауға қалады. Флойд Лэндис допинг қолданғанын басында жоққа шығарады, артынан мойындайды. Лэнс велоспортқа қайта келуге шешім қабылдайды. Ол Қазақстанның Астана командасына келеді. 4 жылдан кейін Тур де Франсқа қатысып, 3-ші орын алады. Лэнс Армстронгтың өзіне қарсы көп деректері болғандықтан, оны спорттан өмір бойы шеттетеді. Ол ойланып, Опра Уинфридің телешоуында мойындайтынын айтады. Сөйтіп, бар шындықты айтып, мойындайды. Фильм осылай аяқталады. 2012 жылы 22 қазанда Лэнс Армстронгтың Тур де Франста жеңген барлық титулын алып алады. Егер фильм ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Келесі кездескенше. Назар аударғандарыңызға рахмет.